Қазақ тілі пәні тақырыбы я әрпінің жазылуы. Бейне жазбаны көр. Я дауысты дыбыс. Я әрпінің алдында дауысты дыбыстар және и әрпі жазылады. Кейде я әрпінің алдында и әрпі ғана емес, әрпі де жазылады. Бояу, қария, зиян, сия, қияр. Қызыл үйге я әрпі жіңішке естілетін сөздерді сары үйге орналастырайық. Сая, сия, сояу, зиян, жария, тақия, қияр, пияз. Бұл сөздердегі я әрпін жуан немесе жіңішке дауысты болатынын қалай байқадық? Сөздегі жуан дауысты дыбыстардың әсерінен я әрпі жуан айтылады. Сая, сояу, жария, тақия, қияр. Сөздегі жіңішке дауысты дыбыстардың әсерінен я әрпі жіңішке айтылады. Сия, зиян, пияз. Сөздегі дауысты дыбыстардың жуан немесе жіңішке болуына байланысты я әрпі де бірде жуан, бірде жіңішке болады. Жақсы бала мәтінін мәнерлеп дауыстап оқы. Ол үшін бейне жазбаны тоқтат. Мәтіндегі Аян деген баланың есіміне назар аударайық. Аян деген есімде и, а деген дыбыстар естіледі. Бірақ оның орнына я деген әріпті жазамыз, яғни Аян. Енді қазір дәптермен жұмыс жасаймыз. Ол үшін дәптеріңді ашып бүгінгі күнді жаз. Бүгін қыркүйектің 21-і. Үй жұмысы. Оқыған мәтініміз жақсы бала мәтініндегі мазмұнына сәйкес келетін мақалды көшіріп жазасың. Яғни, қай мақал сәйкес келеді? Бірінші, әдепті бала арлы бала. Екінші, ақылды қария ағып жатқан дария. Үшінші, сәлем сөздің анасы. Осы үш мақалдың біреуін таңда. Келесі, дәптердің ортасына 55-ші жаттығу деп жазасың. Бұл қыздың аты Сая. Оның себетінде я әрпі кездесетін сөздер бар ма? Мұқият қара. Егер бар болса, дәптерге жазып ал. Есіңе сақта. Сөздегі и әрпінен соң а жазылмайды, я жазылады. Мысалы, пияз, тақия, әлия. Жарайсың, бүгінгі тапсырмаларды орындап шықтың. Қазақ тілі сабағы аяқталды.